Достар, қараңыздар, мына біздің жаңағы 4 метрлік Mokko диванның тағы бір түрі осылай 2 диван қылуға болады. Жалпы бұның бәрін не үшін жасаймыз? Неге осылай өзгере береді? Себебі қазақтарды білесіздер, қазақтар өзі үшін өмір сүрмейді, қонақ үшін, туысы үшін өмір сүреді ғой. Сол себепті үйіне адамдар келген кезде осында жатқызуға, отырғызуға ыңғайлы болу үшін. Мысалы, мынау 2 метр болды, міне, откидной қыламыз, қазір көрсетіп беремін сіздерге. Міне, откидной қыласыздар. Бір қонақты осында жатқызасыз. Өте ыңғайлы. Мысалы, менің бойым қателеспесем 1,75. 2 метрлік адамдар өте реткі. Міне қараңыздар, емін-еркін жатады. Вот, емін-еркін. Мұнда бір адамды жатқызасыздар. Және де мына жерде 2 креслосын қосасыздар. Бұл жерге тағы 2 адамды жатқызып жібересіздер ғой. Сонда қазақ айтады ғой, бір оқпен 2 қоян деп, сіздер бір оқпен 4-5 қоянды атып аласыздар ғой. Бұл жерде тағы бір адам жата береді. Бұл жерге бой аласалау біреуді жатқызасыздар, міне болды. Өте ыңғайлы. Дәл осында ерекше дивандар керек болса, біздің осы парақшаға тіркеліп алыңыздар.